Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ақша шақыратын гүлдер жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлық адамды қалай ақша тапсам, қалай берекемді еселесем деген сауалдар мазалайтыны анық. Әсіресе ғажайып мереке жаңа жыл қарсаңында бәріміз жақсы өзгерістерді күтеміз. Сонымен мен сіздерге ақша шақыратын гүлдер тізімін айта кетейін. Бірінші, ақша гүл. Бұл гүлдің ақшаны магнитше тартатын ерекше қабілеті бар. Аталмыш бөлме өсімдігі үйге ақша, байлық әкеліп, мансабыңызды жоғарылауға көмектеседі. Өсімдіктің қасиетін арттыру үшін оны қызыл түсті ыдысқа отырғызып, түбіне тиын тасып қойыңыз. Екінші, драцена. Бұл өсімдік нағыз ғажайыптарды жасайды. Шаңырағыңызға тек қаржылық тұрақтылық қана емес, денсаулық пен берекені ала келеді. Егер оның иесі қаржылық жағдайының жақсы болғанын қаласа, онда гүлдің 5 сабағы болуын бақылаған жөн. Одан бөлек өсімдікті оңтүстік-шығысқа, оңтүстікке не шығысқа қарайтындай етіп орналастыру керек. Үшінші, лимон ағашы. Ерте заманнан бері бұл бөлме гүлінің сиқырлы күші бар. Лимон ағашы кіріс әкелгенін қаласаңыз, онда оның жапырақтарын күн сайын сүртіп тазалаған абзал. Бұл гүл тек ақша емес, сәттілікті де әкеледі. Лимонның қуатын арттыру үшін оны отырғызған соң пайда болған ақшаның бір бөлігін мұқтаж жандарға беру керек. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.